Мазасыз бірін жүйкесін жеміріп барады екен. Селк етіп шыр ұйқыдан үркіп оянды. Әуелі ештеңе түсінбеді. Манаурап ұйқылай жатты да қойды. Жатқан жерге көз түрте көргісіз тас қараңғы. Көңіліне үрей бар ма немене? Жүрегі дүрсілдеп кеткен несі? Әдетте оң қылжақта алақандай терезе болатын еді ғой. Сол терезе түн баласы бозарып білінетін. Енді терезе де жоқ. Бозамық сәуле де байқалмайды. Жым-жылас. Ойына әлгі бір ыңырсығын оралды. Иә, біреу жаңа ғана ыңырсыды ғой. Артынша тым-тырыс бола қалды. Бұл не? Құлақ тұрып бірақ тың-тыңдап етіп қайта шалынбады. Бұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын саптайыпты. Түсінбе деп алағызған көңілін алдасымақ болды да. Әй, бірақ түске ұқсамайды. Анық естідім ғой деді өзіне іштей. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Жан-жағын сипалап, қара қосқақтап созған қолы жып-жұмыр жалаңаш кеудеге кезікті. От болып жанып жатыр екен. Мәдемі ғой. Қуанышы қойнына симай осы жаңа ғана үріккен көңілі кенет күрт серпіліп көкірегін ала бөтен бір шаттық кернеп ала жөнелсін. Мына бір көрден айғырсыз түнектің қай жер екені есіне енді түсті. Кеше екі кештің арасында көшіп келген жаңа қонысы, қарындасы Гүлнұр тауып берген пәтер, терезе жақ бет әлеулеп өскен қалың ағаш екенін кеше байқаған. Қараталдың айдық бұтағы әйнекті солаймен жауып тастаған. Түнгі аспанның болмашы бозағын қалқалап, бұрынғы тұрағы әлдеқандай әйнегі бар жатаған жер кепейеді. Мынаусы екінші қабатта. Жерден ажырап биік үйде ұйықтау осы бірінші рет. Жүрегі лүпілдеп дүниені ұмытсын. Жанында бір жамылғы астында тұла бойы қорғасындай балқыған мәдемім. Демалысы білінбейді. Ұйқысыз шайдай ашылған. Анары тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақанымен сезіп жатыр. Қандай бақыт. 62 тамырын қуалаған ыстық лептің лықсуын-ай. Алды-артына қарайлатар емес. Балғын денеден бұрқырап ескен жұпар иісті құшырлана сімірген көңілі масаң. Анарының ұшына ерні тигенде қыз үркіп оянды. Амантай үні естілер-естілмес алқынып кетті. Мәдемі. Жігіттің даусы толқып көміп өткендей тұншығып шыққан. Ақыр аңсарын тапты. Сілелер қатқанша ләззатқа малтыған олар сол күй кірпіктері қармасып қалқып барады екен. Тағы да сол жаншылған дауыс. Ауа жетпей ме алқына ма, жаны қиналып ауырсына ма? Әне енді тіпті анық естілді. Та бірге тұстан. Жоқ, әлде аяқ жақтан бекен. Жігіт ояна келе жастықтан басын шалт көтеріп еді, анау үн-түнсіз қалды. Қайта естілмеді ме деп елеңдеп күткен үміт ақталмады. Қабырғалас көршілер шығар деп ойлады ол. Жамылғын кеудесіне қарай ақырын тартып жатып. Етаж үйдегілердің көретін күн осау, құрсын құрып кетсін. Сәлден соң әлде талға қонған құс па, жыламсыраған үн шығаратын құстар болатын еді-ау, тайгада деп әскерде жүргенін еске алды. Жұмбақ жайды елемеуге тырысып өзін алдақыратып бақса да көңілі жуық арада жайланбай қойғаны. Бұл жолы мәдемін оятпай шашын ғана иіскеді. Қыз осыны күткендей қозғалықтап оянып кетсін. Ұйқылы-ояу бұлдырлап тәттілік тілегендей жалаңаш білегін созды. Амантай оның қалай тез оянғанына қайран. Әлде ол да қалап жатыр ма? Тал бойы тосынан тұтанып кенет сала жөнелген содан. Күйті келген бураша екпінде ұмтылып үлбіреген тамағынан, балғын анарынан ашқарақтана асығыс сүйе бастады. Құмарта сімірген жұпар иіс ақыл естен айырып жаңағы жағымсыз жайдан жұрнақта қалдырмапты. Лып көтеріп құшағына алды. Жеп жеңіл-ау, осқыл оған ұнады. Сірә қытығы оянғандай жігіттің кеудесінен аптығып өбе бастады. Тұла бойларын балқытқан ыссы толқынға екеуі бір батып бір шығады. Сүйсінген дыбыстары толқын арасынан бір естіліп бір естілмейді. Әлгі бір мазасыз ыңырсық үн оянбаса қоймады. Тағы басталды. Бұл жол тіпті анық-ау. Осы өздер жатқан бөлмеде қол созым жерде сұмдық-ай. Бағана қалай аңғармаған, енді құлақ қойса мынау басқа емес. Қыздың даусы, иә, дәл өзі. Қыз қарпуы қатты аңгүдік біреу о бейшараны естен тандыра үйпап аяусыз езгілеп жатыр ма екен? Амантайдың көзі ұйқыда болса да санасында болдыр түйсік бар. Түн тұмшалаған аядай бөлмеге жын-шайтан үйме-жүйме боп толып кеткен екен дейді. Түпсіз тұңғиыққа құлдилап құлағандай шақша бас шыр көбелек айналып, болдыр түйсік естен танып беймәлі бір халге ұлассын. Анау ыңырсуын қойып енді булығып жылай бастады. Жәбір көрген, көкіректегі күйген, бейшара өкпесі өшті-ау. Осымен үшінші мәрте екенін біліп жатыр. Төңірегін түгел сезінсе де, кеудесі тасқа бастырылғандай қимылдауға зар болып қалған қорқынышты. Басын көтере алсашы, күш қуат сарқылған, былқ-сылқ өзі өлік сияқты.
Қанша тырысып бақса да жұмылған көз ашылмады. Бісміллә деді бір заманда, ерін әлсіз қыбырлап. Қауметі соған жетті сол-ақ екен, сығырайып көзі оңай ашылды. Қыздың да жаны жай тапқандай кенет үні құмығып, тым-тырыс бола қалды. Сонда байқады өзінің де жанарына жас толып тұр екен. Терезеден бозарып таң білінді. Жарығы тым жұтаң, құлағынан ыңырсыған жомбақ үн кетпейді. Кештетіп жұмыстан оралғанда байқады, қуықтай пәтерінде бүгін жан жадыратар шаттық орнай қалған. Қаланың қарбалас тірлігінен титықтаған жүйкеңді әп-сәтте шуаққа бөлей қоятын шырын шаттық. Әлбетте ол Мәдиевмен бірге келді, соған қуанды. Өзі осынау бақытты сезінбегелі қай заман. Жұмбас сапыл төлеп, жалдамал бөлмеде қашан көрсен жүдеді-ау. Орыс кемпірдің адыра қалғыр сол ескі құжырасынан безіп кеткісі келетін сонда. Безгенде қайда барады, білмейді. Алып қаланың тұрғыны болғанына міне 3-ші жыл. Онда ойға алғаны осы жаңа. 3 жылда қазан асып көрген емес. Үйден ыстық ас ішуді ұмытқан, жалғыздың үні құрсын. Ал бүгін бәрі басқаша. Үйдің іші таптыз, айнадай жарқырайды. Ыстық астың айрықша қойыс иісі бұрқырап, жанға жайлы жыл лепкілдеп есіп тұр. Өз жап-жас, өз сүп-сүйкімді әйел заты ып-ыстық құшағын жайып, мойнына асылып, қуана қарсылап жатқаны мынау. Кешкі асты қатар отырып бірге ішуде бақыт екен. Амантай Мәдиевні жас балаша алақанына салып көтеріп әкетті. Ятай, қыздың даусы бұлдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Түн болсын да. Яласың ба? Ялам, қарамашы. Иә, міне жұмдым көзімді. Жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғартты. Тас боп қатып қалған екен, тағы да сол құлаққа жаған ыңырсу, шошып оянды. Қараңғылық қоюланып кетіпті. Түннен шықпағыр әлгі үн шорт кесілген бөлме тып-тыныш. Бұл не сонда? Осы жаңағы абанық естілді ғой. Оянып кеткенде содан емес пе? Қос қолмен басын шеңгелдеп мең-зең болып отырып қалды. Әлде құлағы шулаған. Көңілінде күмән көп. Осы үйде бір пәле бар шығар деп ойлады. Жын шайтан бар. Енді шын қорқа бастады. Бісміллә, бісміллә деді сосын сыбырлап. Бар білген сол. Сан сапалақ сұрақ. Ой қиялын көк барғып, сан сақалып қашады. Әлде Мәдиевіме жылаған. Өз ойынан өз шошыды. Қарғыс атқыр сол түнгі оқиға түсіне енді жатпасын. Демі дірілдеп шықты. Мекеме бастығын әуежайда түннің бір уағында жеткізіп салған соң тақымындағы шетелдік көлікті қалаға қарай бұрған еді. Бағыты өңкей жер, үйлерден тұратын жұмысшы қыстағы. Осы ауданда жалдап алған бөлмесі бар. Қыстаққа апаратын қараңғы көше бос. Жеткіп келе жатқан жалғыз өзі. Кенет ол қапталдан біреу жаншырып атып шыққан. Машина астында түсерде тұп-тура бері ұмтылсын. Тежегішті басып үлгерсе де қағып кетем бе деген қорқыныштан төменгі жағы шымырлап жуық арада ести алмай рөлге тас болып жабыса қалыпты. Ол болса есікті жылып ашып, апыр-топыр мініп жатыр. Мойнын бұрып үлгергенше, ағай жүріңізші, жүріп кетіңізші деп зар еңіреп жылап жіберсін. Қараса, анадан туған тыр жалаңаш біреу емес қыз. Жүріңіз ағай, жүріп кетіңізші ағай. Абдырап отырған бұның иығын қос қолдап жылмалай бастады. Сұмдық-ай, кім мынау, жын ба, шайтан ба? Әне келді. Қыздың ащы даусы айылын жылдам жиырды. Тас көшені тарсылдатып жүгірген екеу жуытып қалыпты. Мәшіне тұрған орнынан ыршып қозғалды. Такси ұстап соңымнан түссе қайттым. Қапелімде мұз жұтып қойғандай қолқа жүрегі қалтырап мұздасын. Басын пәлеге қалмаса болды. Қараңғы тар көшемен жалғыз соқтырып кеп, бұрқ-сарқ қайнаған үлкен даңғылға ауысқан соң, жылдамдық бәсеңдеткен, қатарында бүрісіп отырған қызға назар салған сосын. Ол боталаған жанарын кеңірек ашып, бұны жаңа көргендей үркіп, бір қарады да көзін төмен салып қашты. Киіктің лағындай шап-шағын қыз, шашы жалбырап тұр. Қолын кеудесінен айырмай, қалай жапса да қолын мүшесін жасыра алмай әлек. Арқалыққа сулы костюмін қыздың алдына тастап жатып, не болды деді. Кім олар? Хайуандар. Сықсыңдап жылап жіберді. Дір-дір еткен жалаңаш иығын егере алар емес. Тыста жалтақ-жалтақ тастаған көзір үйге толып тұр. Қайда тұрасың, а? Үйің қайда? Үйме, үй деді өксің баса алмай. Бота көз мөлт-мөлт. Шаңыраққа апара аласыз ба деді сәлден соң сөзін үзіп-үзіп. Белді мекеме бастығын таситын мәшіне қыз тұратын ауданға құйындай ұйтқып әп-сәтте жетті. Осы деді қыз жасқана сөйлеп. Осы ары тоқтаңызшы, тоқтады. Анау үй, көк қақпа ма сол? Жағалай жер үйлер түскен көше тып-тыныш. Бірін-бірі мігірсіз қуалаған қосқан дениттен өзге қыбыр деп сала берді. Қыз демін ішіне тартып тым-тырыс дыбыссыз отырды. Кеудесіне қамсау болған костюм төмен жылжып кетті. Ай сәулесі аймалған анары көзі ерксіз суарады. Жігіт костюмді жөндеп иығын қымтап қойды. Мә, жеңгеңе соқ деді қалта телефон ұсынып. Ол бұның айтқанын естімегенде қырын қараған қалып қалшиып отыр.
Жеңгем телефон ұстамайды еді біраздан соң. Үмітсіз сыбырлай сөйлеп. Демінде діріл бар. Ағамның нөмірі. Есімде емес. Қайда апарайын, айтшы, баратын жерің бар ма? Қыз басын шайқады. Сорғалап аққан көз жасын сүртпей үнсіз егіле берген. Жігіт моторға жылдам от беріп машинаны кері бұрды. Қыз не нәрсеге де көндім дегендей кеудесіне домалаған басын көтерместен бүрісіп отыр. Көлікті автотұраққа қойып келген соң жарықты жақпай қабырғаны сүйкеп барып төсекке киімшең қисайды. Төсегі тықыр алаша үстінде төсей салған құрғақ көрпеше. Жатар кезде қапталдағы темір кереует жаққа назарын шықты. Күнде жұмыстан кеш жетіп келгенде серіппесін солқ еткізіп сонда құлай кететін. Бүгін үйтпеді. Ұйыған аяғын рахаттана созған күйі көзін жұмбай едәуір жатты. Бүгінгі оқиғаның әсерінен арыла алмай көңілі алаң. Бұл не жағдай? Енді не болар екен? Енді не болатынын ойлап үлгермеген қор ете түсті. Артынша селк етіп көзін қайта ашты. Құлағының түбінен әлгі бір қыз ағатай деп жыламсыраған үн қатқандай. Шырын ұйқының шырайы кеткен. Күнде өзі дамылдайтын тері керуетте қыз жатқанын ойлап ұйқысы шайдай ашылсын. Көз алдында қыздың бұлтиған жалаңа шанары кетпей тұрып алды. Гүлнұрға деп сатып әкеп қойған гүлді халат өзіне жараса қалдау. Иығына жапқанда өзіне жәудірей қарағаны сондай сүйкімді көрінген. Жанына барсам бекен деп ойлады. Бағанадан қалай келмеген ойыма. Соған таң. Шынау тіпті әлде шошып кетпе ме? Қой шошымас, шошым не көрініпті? 30-ға іздеп қалдым. Әлі бір қызға қол салып көрмеппін. Енді көр, олжып жатыр ғой, қол созым жерде. Дейді бір ой дек бірін алып. Жігітпісің? Жігіт болсаң тұр орныңнан. Қой дейді, бұл басын алып қашып. Жүрегің дауаламайды. Жоқ, неге? Бар ендеше, бірден бас салма. Аяла боят, шашын сипа, иегін ұста, бойын үйрет. Апырая, жастан басын көтеріп қабырғаға сүйеніп отырды. Әп бәрекелді, міне жігіт. Көре қал, сонда өз-өзі сықырлып орын береді. Isылып жатпаса ше, әрі барыңыз десе ше, үйіңізге өзі кеп тұр ғой. Онда анау жексұрындардан айырмам қайсы? Ай, қой шықырсыншы. Қалай қиялдаса да жатқан орнынан тұрып қыздың көрпесін көтеруге батылы бармады. Ұяты тежеді ме, ынжықтық па, құдай білсін. Сөйтсе де қыз жаққа құлағы түрулі, дем алысы білінбейді. Қыздар қалай тым-тырыс ұйықтайды. Кенет темір кереует сатыр-сұтыр қозғалды. Қыз орнынан ұшып тұрған, бір аттап жанына жетті. Сылық түсіп тізерленіп отырды. Не болды деді жігіт басын жастықтан жұлып алып. Біреу келе жатыр. Қорықпа, ешкім жоқ қой деді бұл. Десе де жүрегі кеудесіне симай атқақтап кеткенін аңғарды. Қорықпа, мен бармын жаныңда. Жоқ, келе жатыр, дірдектеп жылап жіберді. Жігіт қыздың білегінен ұстап бауырына тартты. Ол оңай иіліп, жігіт бауырына тығылды. Тұла бойын билеген майда дірілден көпке дейін арыла алсашы, тек бірі қаша берді. Біраздан соң ғана өз-өзіне келіп, жігіт құшағында жатқаннан ыңғайсызданды ма, басын көтерді. Атың кім деді? Жігіт оның құлағына сыбырлап, мәдемі. Мен Амантаймын. Екеуі осыдан соң тіл қатыспай тым-тырыс отырып қалды. Үнсіз оғысқан деген осы ма? Бір уыс болып бүріскен қыздан суыртпақтап сыр тартқанын содан кейін оның үзіп-үзіп сыбырлап айтқан сөзінен түсінгені мектепті осы жазда бітірген, оқуға түскен. Қорқып отырсың ба деді сәлден соң Амантай аузына сөз түспей. Қорқам, мененше. Қыз едәуір үнсіз қалды. Сіз жақсы адамсыз деді баяу ғана. Амантай оның иегін сипап, жүзін өзіне бұрды, ерні жанасты. Мәдемі басын алып қашпады. Былқ-сылқ етіп жігіттің ыңғайына бағына берді. Таңертең орыс кемпірдің құжырасынан көңілді біртүрлі алабұртып шықсын. Қобалжу да бар. Көңіл астан кестең бұл не? Бақпа өзгелген, әлде сорма алдаған. Қайсысы болса да тәуекел деп тас түйін бекінген түрі бар. Бұйырған осы шығар. Мәдемінің жәудірей қалған бейнесі көз алдында. Екеуі таң бозар батқанша көз ілмеген. Сен ешқайда жібермеймін деген бұл сонда үздіге сөйлеп. Менің қасында қаласың ба айтшы. Мәдемі жауап берудің орнына Амантайдың мойнынан тас қылып әнтек құшақтай алды. Кеудесіне жүзін жасырды. Қыздың көз жанары ыстық жасқа толып шыға келген түйсігімен сезді Амантай. Сол қылығы енді жүрегіне елжіретіп келеді. Бастығының алыс қалаға ұшып кеткенінде жақсылыққа жорған. Базарға бара жатып көкірегін көңілді бір күй тербей берді. Бар ойы Мәдемге киім сатып алу. Гүлнұр қайда екен деп енді бір сәт қарындасын ойлап кетті. Шырағым балам, жалғыз қарындасың, сенен басқа сүйенер кімі бар? Қарайлап жүр деп еді кемпір шешесі анада ауылға барғанда. Мен де барам қалаға, мен де ақша табам деп үйден безді ғой. Айтқанды қылмай. Қорқам, заман жаман. Анасының сол аманат жатса тұрса да ойында. Не жұмыс дейді, қайда тұрады білмейді. Әкесі тірі болса оқуға түсірер еді. Әттең, ана дүниеге ерте аттанды, аға боп бұның да қайраз.
Кейде содан ба Гүлнұрдың алдында өзін кінәлі сезініп, мошып қалады. Екеуміз бір үй жалдап тұрайық, апамның көңіл жайланып жүрсін деп еді. Бір кездескенде, уайымдама, таныс қыздармен бірге тұрам, жұмысқа жақын деп көнбей қойған Гүлнұр. Істеп жүргенің не жұмыс десе де, ақша табатын жұмыс деді жұмбақтап. Иә, саған көп болса кафеде даяшы шығарсың, ыдыс аяқ шығар жуатының. Ауыл қыздарының бұдан басқа істейтін жұмысы бар ма қалада деп ойлады бұл кезде. Ақша табатын жұмыс дейді-ау деп енді іште киіп келе жатыр. Сөйтсе де айналайын-ай, мынандай үлкен қалада ауылдан келген қыз бала қауіп көп қой деп мүсіркеп. Көз ілінсе болды, әлдегі мыңырсай бастайды. Қатарынан 2 түн байқады. Бұның қалған кезін аңдитын бір пәлесі бар. Өзін жұмуға да сескеніп қалған, содан секем алып бақырайып жатқаны мынау. Кім ол? Неге ыңырсиды? Оянып кетсе тынши қалатын несі? Неге? Мәдем сезді ме екен, ойлады бір кез. Ол болса алаңсыз ұйқыға кеткен, сезбеген жақсы деп тағы толғанды. Түсім болса етті деді және оны жамандыққа қиғысы келмей. Әр ойдың басын бір қармап жатып бір шешімге келді. Онысы адыраспан тұтатып бөлмені аластау. Жын шайтан пәле метер сонымен кетеді деуші анасы. Қысылғанда бұл да мамамның жәрдемі шығар деп анасын еске алды. Байғұс мамам үлбіреген ұялшақ келінін көрген жүрегі жарыла қуанады әлі деп жақсы ой ойлауға тырысты. Тойдан соң ауылға шошайтып жалғыз тастамай қасыма көшіріп алам, жұмысым бар. Гүлнұрды табыссыз емес. Көзі ұйқыға әліге бере қуанып жымиды. О тоба, тағы да жетті құлағына. Алдыңғыдай қорқып үрікпеді, бірақ өзін-өз сабырға шақырып жұмбақ жайдың тылсымын тануға талпынып еді. Анау бұның сонысын сезгендей үнін өшірді. Қайдағы өшіркеген, құлағында жаңғырып тұр. Өзіне таныс үн сияқты ма? Қалай? Иә. Бұрын онымен сөйлескен тәрізді. Құдая, ол кім? Есіне түсірсеші. Адамның өңі тәрізді түстерде болады екен-ау. Сабырлы қалпын сақтап оянған Амантайдың басына бірден келген осы ой. Кеудесін көтеріп бір оқ тамылжымай отырды да тәлтіректеп тұрып екі қолмен қараңғыны қармап терезеге мақау барды. Пердені сырып ашқанда Мәдемнің қасы көзі бұлдырап байқалды. Оған екідай оймен үңіле қараған Амантайдың өңі жабырқау. Шынын ұйқыға шым батқан Мәдемінің қиғаш қасы қиылып, алақандай бейкүнә жүзі беймарал балбырай бастады. Езу тартып күлімсіреме қалай жоқ деді Амантай күбірлеп. Мәдем емес, басқа. Басын шайқап ақырын шегіншектей береткен тіршіліктің шаны байқалмайды. Қыз нұсқаған үй жақ мүлгіпті, жарық сөнген, қақпа жабық, шарасы түгесіліп, қыз алақанымен бетін басып пыш-пыш жылайды. Ағам деді бір кезі. Кемсең етіп, ағам. Жігіт тіл қатпады. Оның мына тауқымет енді өзінің иығына ауысқандай жаны жерді. Бөлме тыныштыққа бөгіп тұр. Сағаттың әлсіз тырсылғаны құлаққа талып жетеді. Сонда қалай? Тұншыға жылаған қыз даусы құлағынан кетпей ыңырсып тұрып алған. Жұмыс соңында шаршап қалжырағанын аңғарды. Түнге құдан маза қашқан, ит тартқан терідей қырық құрау. Көзі кіртиіп сіркесі су көтерер емес, ыңырсып жылаған әлгі бір қыздың үні. Не қылған қиын жұмбақ, түсі де емес, өңі де емес, түсіне де ұқсамайды, өңінен де келмейді. Не пәле бұл, 2 күн, жоқ 3 күн қатарынан жүйкесін жүндей тітті емес пе? Кім ол? Кім? Өзім емес пе екем? Өз ойынан өзі үркіп бет аузын сипап байқады. Осымен ауыра бастаған жоқпын ба? Есік көзінде көріш кемпір отыр. Бағана ертеңмен жақтырмай қарап ұзатып салған, сол отырған орнынан тұрмаған ба немене? Бас салбырап, жұмыстан жабырқау қайтқан бұған көз тігіп, сен бала келгіштеп кеттің ғой деп дүрсе қоя берді. Немене, ақшаң көп пе, байсың ба? Түсінбедім әже. Кемпірге сұраулы жүзбен аңтарыла қарады. Түсінбедім, бәлені түсінерсің. Кемпір күйбеңдеп орнынан әрең тұрды. Жезікшелерге лағып ауру тауып алсаң қайтесің? Жүр сосын өмір бойы іріп-шіріп. Жезікше? Кім жезікше? Мені бір ис алмас, жәмен кемпір деп бедің? Сендей желіккен балдардың есілдер танау ғой, анау пәтердегі жезікшелер. Қой, оларды жұрттың бәрі біледі. О тоба, қазақтың жезікші болған қызында көрдік. Селдірек шаш астынан құйқасы ағарып көрінген секемшіл кемпірдің көзінде күмән тұр. Бұл түкті де ұқпай жылыстап өте берді. Бота көз мөлдіреп құшақ жая қарсы ұмтылған, қандай қуаныш неткен бақыт. Бақыт деген бардан тісін көмейлетіп бірден асата салмай, мысқылдатып таттырып, бір тәттіден соң бір тәттіден тықтырып тамсантып қоятын қымбаттау. Жайдары күліп алдынан шыққан Мәдемі көңіл кірбіңін жуып шайып жіберді. Құшағына кіріп үлгермеді. Есік қоңырау ойбайын салды. Гүлнұр екен. Үстіне киген кіндіктен төмен, көкіректен жоғары әдемі қою қара шашын сиырдың үйтілген басындай сап-сары қылып күйдіріп бояп тастаған. Не боп барады өзі? Қарындасының киім киісін жақтырмай тұрса да, оның басқа емес тап қазір келгенін құп көрді. Ауылда шошайып жалғыз қалған кемпір шешесін көшіріп алмақ болғанын айтуға асық. Кел төрге шық.
Қазір жұмысқа бара жатып сендерді көріп кетейін деп, мә, үйді жайнатып жіберерсіңдер ғой деп, Гүлнұр таңданысын жасыра алмай айналасына қарай берді. Біз екі қыз тұрдық осы үйде. Жұмыс деп ештеңеге қарамаппыз. Әй, өз үйің болмаған соң, Амантай оның осы үйде тұрдық дегеніне тіксініп қалды. Бірден ойлағаны көріш кемпірдің сөзі. Елеңдеп қанша тосса да, соңдан бұлай ыңырсып жылаған қыз дауыс қайтып естілмейді. Ізім қайым жоғалды.